Біз қазір табиғатпен етене өмір сүрудің, оны сақтаудың маңыздылығы жайында сөз қозғамақпыз. Биыл Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрылғаны тура 15 жыл толып отыр деп жаңаған әріптестерім бөлісіп кетті. Енді бұл парк Жетісу табиғатының інжу маржаны, сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктердің мекені, экологиялық маңызы зор қорық. Осы мерейлі датаға орай бізбен тікелей байланыста Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің бас директорының ғылым жөніндегі орынбасары Тоғжан Қасымханова. Тоғжан ханым, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, құрметті тележүргізушілер. Мереке құтты болсын, 15 жыл толды деп жаңағы бөлісіп отырмыз. Енді осы алдымен ұлттық парктың 15 жылдық тарихына қысқаша шолу жасап өтсеңіз, енді осы жылдар ішінде қандай маңызды жетістіктерге қол жеткіздіңіздер? Жоңғар Алатау паркі несімен ерекше, оның табиғи, биологиялық және ғылыми құндылығы қандай? Осы жайында айтып өтсеңіз. Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 2010 жылы 30 сәуірде Қазақстан Республикасы үкіметінің 370 қаулысымен құрылған. Бұның негізгі құрудағы мақсаты осы Жоңғар Алатауында сиверс алмасының көптеп кездесетін орындарының шоғырлануының ерекшеленеді. Себебі Қазақстанда сиверс алмасы 9 ерекше қорғалатын табиғи аумақта кездескенмен, ең көп тараған аумағы осы Жоңғар Алатауының таулары. Бұл жерде біздегі ұлттық табиғи паркінің 356 мың гектарды алатын болса, оның 1,5% осы сиверс алмасының орман алқаптары алып отыр. Себебі ол табиғи түрде осы біздің тау жүйесінде қалыптасқан. Негізгі зерттеулердің қорытындысы бойынша барлық алмалардың түпкі тегі осы сиверс алмасынан алынады деп айтылады. Оны өзінің зерттеулерінде Аймақ Жангалиев әрбір Франциядан, шетелдік ғалымдардан зерттеу жұмысын жүргізгенде осы ұлттық табиғи парктің аумағында өсетін ағаштарының осындай гендік қорының қасиеті бар болғандықтан осы ұлттық парк құрылған болатын. Бұл ұлттық паркте сол Аймақ Жангалиевтің бекітуімен қазір 5 генетикалық резерват бар. Сол генетикалық резерваттарда бізде қорғау жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп отырады. Бұл сиверс алмасы Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген, сонымен қатар халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына енгізілген ерекше құндылығы зор алма болып табылады. Енді 15 жылда енді ұлттық парк бірнеше бағытта жұмыс атқарды. Жаңағы материалдық техникалық база құрылды. Бұл енді өте үлкен аймақ болды ғой. Қатон-Қарағайдан кейін Қазақстанда екінші орын, жер көлемінен екінші орын алатын ұлттық табиғи парк. Бұл жерде бірінші штат құрылды. Осы табиғат қорғау инспекторларынан 185 адамнан штат құрылды. Қазіргі таңда материалдық техникалық база 100%-ға қамтылған. Өртке қарсы бірнеше өрт сөндіру машиналарымен, патрульдік машиналармен, сонымен қатар орман өрт сөндіру станциялары құрылды. Одан кейін осы ұлттық парк бірнеше бағытта жұмыс атқарды. Орманды молықтыру, жаңа өздеріңіз атап өттіңіздер, ұлттық парктың жерлері сиверс алмасымен көбейді. Жаңағы 500 гектардан астам алқапқа 1,5 миллион сиверс алмасының көшеттері отырғызылып, оның 6,5%-ға орман алқаптары көбейді. Сонымен қатар экологиялық туризмді дамыту бойынша бірнеше жұмыстар атқарылды. Бұл жерде инвестиция тартылды. Қазіргі таңда Жоңғар Алатау ұлттық табиғи паркінде 15 туристік маршрут бар. Оның екеуі экологиялық соқпақ. Соған жаңағы табиғат қызығушылықтар артып келе жатыр. Егерде 2023 жылдары 3 мыңнан астам турист келетін болса, 2024 жылы қазір 6 мыңнан астам турист келіп жатыр. Соларға біз қолайлы жағдай жасап жатырмыз. Әрбір туристік маршруттары демалатын жаңағы қонақ үйлер, сонымен қатар туристік маршруттарды абаттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар ұлттық табиғи паркінің негізгі бағыты ғылыми зерттеу жұмыстары. Бірнеше ғылыми зерттеу институттарымен де біраз жұмыстар атқарған болатынбыз. Бірнеше ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізгенбіз. Ұлттық парктың өсімдіктері мен жануарларына түгендеу жұмыстарын жүргіздік. Одан кейін қызыл кітапқа енгізген өсімдіктер мен жануарлардың мекендейтін орталығын анықтап, жаңағы мемлекеттік инспекторларға
сол қорғалатын аумақтарды белгілеп ерекше жаңағы құнды объектілерді анықтадық. Сонымен қатар экологиялық ағарту жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Қазір мемлекет басшысының бастауымен Таза Қазақстан акциясына да белсене қатысып отыр. Осы жаңа көктем басталу салысымен бірнеше Таза Қазақстан жаңағы стратегиясы бойынша, бағдарламасы бойынша бірнеше акциялар ұйымдастырады. Осы жерде экологиялық ағарту жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Осындай бірнеше жұмыстар жүргізілді 15 жылда. Енді 15 жыл былай қарасаң көп сияқты, бір қарасаң аз сияқты, бірақ та әлі де жететін жетістіктеріміз бар. Бүгінгі күні енді жұмыстар көп дейсіз ғой. Қазіргі таңда осы соңғы 10 жылда бізде орман өрті тіркелген жоқ. Осы инспекторлардың күндіз-түні күзет аймағында қорғау жұмыстарының арқасында қазіргі таңда орман өрті тіркелген жоқ. Жаңа өзіңіз айтып кетпекші, мына алманың түп атасы саналатын сиверс алма ағашы деп жатырмыз. Осыған тоқталып жатырсыз, молаюда дедіңіз қоры. Бірақ енді менің білуімше, мына сиверс алмасы бүгінде мына жабайы алма атауының арғы тегі ретінде әлемдік ғылымда жоғары бағаланады. Оны білеміз, Қызыл кітапқа енген жайында да. Енді осы ағашты сіздер қандай мақсатта зерттеп, қалай қолданасыздар? Одан әрі енді оның ғылыми, мүмкін экологиялық немесе практикалық маңызы қандай деп сұрасам да болатын шығар. Енді бұны әлемдік маңызы зор деп айтқандықтан, былтыр 2023 жылы институт ботаники және фитоинтродукцияда осы сиверс алмасының центр изучения яблони сиверс ашылған болатын. Енді солар бірнеше жаңағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы жаңағы бұл алмағаш негізі өмір сүру ортасы 150 жыл ғой. Сол қаншалықты жаңағы оның генетикалық қорын анықтау пайдасы бар ма, жоқ па деген секілді. Енді қоғамға тигізетін пайдасы зор, себебі бұл энергетикалық біздің негізгі жеміс қой. Сондықтан да бұл жемісті бізді сақтап қалу, кейіннен де келешек ұрпаққа қалдыру біздің басты міндетіміз. Сондықтан да осы бойынша бізді генетикалық резерват енді 70 жылдары анықталған болса, енді одан кейін біраз жылдар өзгерістер болды. Соның нақты қазіргі генетикалық таза түрлерін анықтап, осындай ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргіземіз деген жоспарда бар. Енді центр изучения яблони сиверсі осы ашылғалы біраз ғана уақыт болды ғой. Соған өзінің жоспары бар. Сол жоспарда осы қазіргі Тарбағатай, Іле Алатау, Жоңғар Алатауында осы сиверс алмасының генетикалық жаңағы резерваттарында зерттеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Енді бұл жөнінде тоже 2018 жылдан бастап жаңағы сиверс алмасының гүлдеу фестивалін өткізіп жатырмыз. Бұл жаңағы бүткіл қазақстандықтарды, шетелдіктерді осы бұл сиверс алмасы өз гүлімен ерекшеленеді. Бүткіл тауды жаңағы аппақ гүлге орап, жаңағы сакура гүлінен кем түспейді. Сондықтан бұл жөнінде де пропаганда жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. 2018 жылдан бері жылда өткізіп келеді сиверс алмасының гүлдеу фестивалі. Бұған бақ өкілдері, сонымен қатар туристер, солар көп тамашалауға келіп жатыр. Жақсы. Енді сонымен қатар айта беріңіз. Сонымен қатар өзімізде бірнеше зерттеу жұмыстарын жүргізген болатын. Сиверс алмасының жаңағы көбеюі қалай жаңағы естественно табиғи түрде қалай көбейеді, қаншалықты көбейіп жатыр деген ол бойынша бізде аз то есть біздің қорытындымыз бойынша табиғи түрде өте көбею нашар болып жатыр. Сондықтан да оған бірнеше себептер бар. Ауа райының қолайсыздығы, сонымен қатар зиянкестер бар. Соның енді көбею жолдарының тырысамыз дейсіз ғой. Жақсы, енді Тоғжан ханым, бізге берілген уақыт шектеулі, әйтпесе өзіңізге қойылатын біраз сұрақ бар еді. Десек те, енді табиғат біздің баға жетпес байлығымыз екені рас. Жоңғар Алатау ұлттық табиғи паркісында бірегей аумақтар тек экожүйенің емес, келер ұрпақтың болашағы үшін де аса маңызды. Осы ретте сіздің берген сұхбатыңызға рахмет. Сау болыңыз, біз жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз.